Баршаңызға қайырлы күн достар. Ұстаған оразаларыңыз, дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Бүгін мен сіздерге қуырдақ гүл-орама деп аталатын ерекше ыстық тағамның рецептімен бөлісетін боламын. Ауызашарға немесе қонақ шақырғанда жасасаңыздар болады. Өте керемет тағам, сондықтан міндетті түрде видеоны өткізбей соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Біздің қуырдағымыздың бетіндегі гүл-ораманы жасау үшін ең алдымен 200 грамм ұнымызға бір жұмыртқамызды және шай қасықтың жартысына қылып тұзымыз бен жарты кесе суымызды араластырып аламыз да жұмыртқамыздың үстіне қосып жақсылап қатылау қамыр елеп аламыз. Еленген қамырымызды тындырып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Бетін салфанмен немесе ыдыспен жауып қойсаңыздар болады. Енді кезекте картопымызды дайындап алатын боламыз. Оны бөлек пісірем, себебі қазір қуырдақпен бірге езіліп кетеді. Шай қасықтың жартысындай қылып 1 кг картошкамызды жуып тазалап алғаннан кейін тұзымызды қосып, ортасында ғана болатындай қылып суымызды құйып, қайнағаннан кейін орташа қалыпта 15-20 минутқа ғана қойып бұқтырып пісіріп аламыз жай отта. Енді кезекте үлкен болып туралған етімізді, іш майымызды, пиязымызды жақсылап 4 бұрыште үлкен қылып турап аламыз. Қазанымызды қыздырып аламыз да ешқандай сұйық май қоспай, тек қана іш майымызды осылай видеода қойып шығамыз да қыздырып қуырып аламыз. Міне осылай қуырылу керек. Егер сіздерде іш майды ұнатпайтын болсаңыздар немесе жоқ болатын болса, сұйық майға жасай берсеңіздер болады. Іш майымыз екі жағы да жақсылап қуырылып алғаннан кейін ортасына қарата етіміз бен пиязымызды салып, араластырмай бұқтырып алатын боламыз. Міне видеода көріп тұрғандай астындағы майы шығып, өзі еттің сөліні бөлініп, әдемі болып қуырылады. Қуырылып жатқан кезде біраз қасық тұзымызды толтырмай қосып, жақсылап араластырып аламыз. 15-20 минут өткеннен кейін қуырылғанына мұздай суық суымызды құйып, орташа отта пісіріп алатын боламыз. Суды еттің ортасындай қылып қана толтырмай құясыздар. Енді кезекте біздің гүл-орамамыздың ішіне қосылатын начинкасын дайындаймыз. Асқабағымыз бен пиязымызды теркадан өткізіп аламыз. Аздаған тұзымызды дәміне қарата қосып, дайындап қоямыз. Тынған қамырымызды алып, оқтаумен жақсылап жұқа қылып жайып аламыз. Жұқа болып жайылған қамырымызды жайып аламыз да видеодағыдай бөліктерге бөлесіздер. Ұзын-ұзын қылып, одан кейін ортасынан бір бөлікке бөліп аламыз. Дайын болған осында қамырларымыздың ортасына дайындап алған начинкаларымызды жұқа қылып, аз-аздан біздің начинкаларымызды салып, екінші бетін аударып, жақсылап видеодағыдай жаңа басып шығатын боламыз. Құрметті менің оқырмандарым, дәл қазір каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, алдағы уақыттағы керемет рецепттерді сіздерге бірінші болып көру үшін. Бетін жақсылап басып алғаннан кейін видеодағыдай орап шығасыздар, сонда сіздерде осындай розочка пайда болады, гүл орама. Енді осы гүлдерімізді мантаваркамыздың табағын сұйық маймен жақсылап жабысып қалмас үшін майлап, араларын алшақ-алшақ етіп қойып, тізбектеп 20-25 минутқа пісіріп алатын боламыз. Біздің енді кезекте қуырдағымыз жақсылап қуырылып алғаннан кейін бір перцімізді жуып алып, турамай бетіне осылай қоятын боламыз. Сонда өзінің буына пісіп, өзінің аромат иісін шығарып тұру үшін. Міне біздің қуырдағымыз дайын болды. Ең алдымен картопымызды, одан кейін бетіне дайын болған подлифімізді, ол етімізді саламыз. Және де оның үстіне гүл орамаларымызды қойып шығып, өздеріңіздің қалауларынша әсемдеп шығасыздар. Сіздермен бірге болған жанат ас болсын.